Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы сауат ашу әдістемесінің теориялық негіздері. Негізгі мәселелер. Бірінші, сауат ашу әдістемесі пәні және оның нысаны, мақсат міндеттері, мазмұны, басқа ғылым салаларымен байланысы, зерттеу әдістері. Екінші, сауат ашу әдістемесінің қалыптасуы мен дамуы. Үшінші, сауат ашу әдістемесінің лингвистикалық, педагогикалық және психофизиологиялық негіздері. Пәннің нысаны. Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары педагогикалық құрамдасы ретіндегі сауат ашу әдістемесінің мазмұны. Пәні. Стандарт талаптарына сәйкес болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне сауат ашу әдістемесі курсынан берілетін білім, білік, дағды қалыптастыру үдерісі. Пәннің мақсаты сауат ашу әдістемесінің теориясына студенттерге жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс тәсілдерін меңгерту. Осы мақсатқа жету мынадай міндеттерді көздейді. Біріншіден, сауат ашуға байланысты практикалық іскерлік пен дағды қалыптастыруға негіз болатын теориялық және практикалық мағлұматтар беру. Екіншіден, оларды пәннің танымдық, тәрбиелік, дамытушылық мақсаттарын іске асыруға дайындау. Үшіншіден, сауат ашудың әдіс тәсілдерін меңгерту. Сауат ашу әдістемесі пәнінің мазмұны, сауат ашу әдістемесінің теориялық негіздері, сауат ашу үдерісі, сауат ашу әдісі, жазуға үйрету әдістемесі, сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарынан құралады. Сауат ашу әдістемесі педагогика, психология, лингвистика салаларымен тығыз байланысты. Психология оқушының психологиялық ерекшеліктерін сипаттайды. Жоғары нерв жүйесінің қызметі туралы ілімге сүйене отырып, ол оқытудың әдісі мен тәсілін психологиялық тұрғыда дәлелдеуге көмектеседі. Сөйтіп, сауат ашуға байланысты әдістемелік мәселелерді дұрыс түсініп, практика жүзінде шешуге мүмкіндік береді. Оқушының оқу материалын қабылдауы, есте сақтауы, түсінуі, ойлауының дамуы олардың жан дүниесінің ерекшелігімен байланысты. Осыған орай, мұғалім өзінің әрбір оқушысының, оның психикасын, материалды қабылдау және есінде сақтау дағдыларының дәрежесін білуге жағдай жасайды. Оқушыларды жүйелі зерттейтін әдістермен қаруландырады. Оқушының психологиясын білмей тұрып, сауат ашу әдістемесі ұсынған әдістер мен тәсілдерді тиімді пайдалану мүмкін емес. Сондықтан, материалды игеруде оқушылардың жас ерекшелігін ескеру ең маңызды мәселе. Оқу бағдарламалары да, оқыту үдерісі де осы факторға негізделіп құралады. Адамның басты ерекшелігі сөйлеу қабілеті. Сөз адам психикасының өмір сүруінің аса маңызды құралы. Өйткені, қарым-қатынассыз қоғамда, оның қозғаушы күші адамды өмір сүре алмайды. Ал қарым-қатынас тек тіл, оның көрінісі сөз арқылы іске асатыны белгілі. Психологиялық тұрғыдан тілді меңгеру жеке тұлғаның қалыптасуының негізгі шарты. Пән бойынша берілетін теориялық білім тәжірибе арқылы бекітілуі, яғни іскерлік пен дағдыға айналуы тиіс. Дағдыға, іскерлікке айналмаған білім тез ұмытылады. Ал дағды мен іскерлік психологиялық ұғым. Дағды дегеніміз адамның әрекетті орындау процесінде жасалатын саналы әрекеттің дағдыланған бөліктері. Дағдылар жаттығу арқылы туындайды. Дағды іс-әрекет процесінде оған бағынышты құрылым ретінде қалыптасады. Демек, теориялық білім жаттығудың, қайталаудың негізінде дағдыға айналады. Осыған орай оқулықтарда міндетті түрде жаттығулар беріледі, қайталау сабақтары жүргізіледі. Яғни, оқушының сабақты жақсы немесе жаман оқуы олардың психикалық әрекеттерінің дамуымен тікелей байланысты. Педагогика, дидактика және тәрбие теориясынан құралады. Оқу мен тәрбие егіз. Дидактика мен әдістеме ғылымдарының қарастыратын нысандары бір. Ол оқыту үдерісі. Айырмашылығы дидактика білім беру, оқыту үдерісін жалпылама қарастырса, әдістеме жеке пәндерді оқыту заңдылықтарын қарастырады. Сауат ашу әдістемесі ғылымы тіл біліммен тікелей байланысты. Сауат ашу пәнінің оқыту аясы
қазақ тілінің дыбыстық және әріптік жүйесі. Қазақ тілінен алғашқы грамматикалық мағлұматтар болғандықтан, ол алдымен тіл біліміне арқа сүйейді. Мысалы, тіл білімінен берілетін фонетикалық мағлұматтар, дыбыстарды дұрыс айту, жазу, дұрыс сөйлеу, мәнерлеп оқуға, емлеге үйрету, тағы да басқа әдістемелік мәселелермен тығыз байланысты іске асырылады. Сауат ашу әдістемесі курсын оқытуда ғалым әдіскердің әдістемелік мұрасын, мектеп тәжірибесін зерттеп, әдістермен қатар дәстүрлі сөздік практикалық көрнекілік әдістері қолданылады. Сауат ашу әдістемесінің қалыптасуы мен дамуына Байтұрсынұлы, Шонанұлы, Аймауытов, Жұмабаев, Жұбанов, Бегалиев, Жиенбаев, Сарыбаев, Ұйқыбаев үлкен үлес қосты. Қазақ бастауыш мектептеріндегі сауат ашу әдістемесін алғаш жазған ғалым Жұбанова. Оған ғалымның 1965 жылы мектепте сауат ашудың методикасы деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғауы дәлел. Ғалым Рахметова қазақ тілін оқыту методикасы, қазақ тілін оқыту әдістемесі, қазақ тілі әдістемесінің теориясы мен технологиясы оқу құралдарында сауат ашу әдістемесін арнайы бөлім ретінде қарастырады. Сауат ашу әдістемесі бүгінгі күндері жаңа бағыттағы еңбектермен толығысуда. Және де Жұмабаева, Молдабекова, Уайысова, Садуақас сынды ғалымдардың еңбектерімен толыға түсуде. Сауат ашу әдістемесінің даму кезеңдері 1912 жылмен қазіргі кезге дейінгі аралықты қамтиды. Тіл біріншіден ол қатынас құралы, екіншіден пікір алысу құралы, үшіншіден танымдық құрал, төртіншіден ойлау құралы. Адам сөйлегенде, біреумен сөйлескенде, тыңдаушыға белгілі ойды білдіру үшін, бір нәрсе туралы білу үшін сөйлейді. Сондықтан сөйлеу айналадағы заттар, құбылыстар, адам өміріндегі әрекет, тіршілік, өндіріс туралы болады, деп пайымдайды профессор Сауранбай. Мектеп табалдырығын жаңаттаған баланың зейіні тұрақсыз болатыны белгілі. Қабылдауға қиын нәрседен, ұзақ сонар әңгімеден, немесе жұмыстан бала зейіні тез шаршайды. Оны шаршатпай, баланың сабақтағы тапсырмаға зейінін ұзағырақ аударуға бірте-бірте тәрбиелеу сауат ашу кезеңіндегі қиын міндеттердің бірі. Сондықтан оқудың алғашқы күнінен бастап балаларды тыңдай білуге, оңай тапсырмаларды дәл орындап жүруге үйрету керек. Сауат ашу барысында оқу тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру тұсында ескеруге тиіс тағы бір психологиялық міндет оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту. Естің адам өмірінде алатын орнын, балалардың таным процесінде атқаратын рөлін психолог ғалымдардың бәрі ерекше атап өткен. Сауат ашу барысында тіл дамыту жұмыстарына қатысты үшінші психологиялық ерекшелік балалар психикасындағы ойлау машығын дамыту болып табылады. Оқушылар енді тек өздері бұрын көрген, немесе бірнеше рет қайталанған үйреншікті ұғымдарды сөз түрінде қабылдап қоймай, өздері бұрын көрмеген дүниелер мен қимылдардың атауларын, сапаларын, тағда басқаларын білдіретін сөздерді оқуды және жазуды меңгеріп, естерінде сақтауға мәжбүр болады. Әрі мұндай сөздер әр сабақ сайын кездеседі. Тағы бір психологиялық ерекшелік балалар қиялының қуатын пайдалану. Кіші жастағы балалардың қиялы бай болатыны белгілі. Психикалық даму дегеніміз жалпы алғанда адамның қалыптасуындағы сапалық және сандық өзгерістер, ал жекелеп алғанда анатомиялық, физиологиялық есею, нерв жүйесінің жетілуі, білімнің артуы, сезім мен моральдық ұғымдардың пайда болуы, психикалық процестердің қайта құрылуы, дүниеге көзқарастың қалыптасуы, белсендік пен өзінше әрекет етудің көрінісі, белгілі бір мінез құлыққа дағдылану. Сауат ашу кезінде бала бар зейінін жеке әріптерді, буындарды қосып оқуға жұмсайды да, сөздердің арасындағы байланыстарға зер салмайды. Сол себепті олардың түсініп оқудан гөрі механикалық оқуы басым болады. Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды.
Назарларыңызға рахмет.